Эфирде заман бүгін Қырмыжғалынан 1056 күні студияда сіздерімен Шевкет Наматулаев селямлайын сіздеріні бөлі бір мәліматларынан таныштырмақ ниетіндеміз. Надежда Савченко Қырымны вақтынже Русияге теслим етмеге теклif еті. Başka çare yok. Қырымда яңы жина ишлерін ача білелер. Қызны мұтлақ камераға чекеджеклер. Девлет қайынлігінде қабатланған Ганышның іші сонына келе. Прокуратура 12 ел апыз жезасы белгіленмесіні талап еті. Ев апыз жезасыны махкеме залында муафыз жезасына деңіштірме керектір. Қырымны вақтынже Русияге теслим етіп, Донбассны қайтармақ мүмкіндір. Бөле фкірні Украина халық депутаты Надежда Савченко сеслендірді. Теслимсіз Украина назаретінде олмаған Қырым ве Донбассны тек женкнен қайтармақ мүмкіндір. Це чергове Придністров'я, Крим. Егер bu барашық yönelişte yapılsa, yani Rusya sanksiyalarga dayanıp olamasa, mutlaka Kırım'ны vaqtınca teslim etmege gerek olacak. Ama bu çokqa sürebilir. Başka çare yok. Eğer men bunu yapmağa mümkün desem, bunu harbiy vasıtasıyla değil de müzakereler vasıtasıyla yapmağa mümkün. Савченконың Қырым бойынша бейанаты Қырым татарлары ве украинлерге несбетен ақарет ве хайынліктір. Бұны Меджлис рейсі ве Украина халық депутаты Рифат Чубаров сеслендірді. Я как только увидел такие рассуждения, немедленно здесь. Шүнжелеріне шіткенімнен, мен онен бірден бағландым. Оны доғыры алламағанларына сеслендірді. Мен о қошма иза бермесіні теклif еттім. Өзім де бұл меселе бойынша иза бережегімні білдірдім. Украин жемиетінде бұл фкірге бірден итераз реакциясы олғанына бегендім. Бұл фкір yanlış сеслендірілген олса да қабыл етілмей. Даже если он был ошибочно высказан, он не воспринимается. Қырым меселесінде фкір көрсетмек үшін Савченконың не векелеті, не де білгілері бар. Бұны işgal olunған территориялар ве вақтынже көчкенлер ішлері Назерінің бірінші мавина Юсуф Куркчи білдірді. Савченко кібі сиясетші Қырымда олған процесслерге, не де бұл ішлер оғырында бірде-бір сиясет ішлеп шығарылмасы ве амелге кечірілмесіне әлақасы жоқ. О айтқан сөздеріне құлақ асмаға керекмей. Біз өз диққатымызнен оңа өзіні бір мойым инсан оларақ дуймаға имкан яратамыз. Ол Украина юқары шурасында фена шейлерінің көстергічідір. Бұл сиясетте Савченко да бала бұны Украина халық депутаты ве Қырымның сабық баш назирі Сергей Куницын айтмақта. Зенадашының теклифіні ақылсызлық деп сая. Политическая незрелость. Сиясет үшін ода пішмеген. Таңырының сақалыны тұтып ершейден хабердар олғанны беллей. Ойле де бір чоқ хаталар япты кенді тоқтап сиясетнен жидди оғрашмақ керек. Чөнки бұл мутихасларының ішідір. Чынлар айтқаны кебі, қамчы етні, тілесе атта кемікні ярар. Вы знаете, китайцы говорят, кнут ранит мясо, язык ранит и кости. Украина юқары шурасының қапсызлық ве мудафа комитеті парламентке Савченконы комитеттен шығарып ташламақны теклif еткендір. Мескур қарар бүгінгі комитет топлашуында қабыл етілді. Там қарарыны юқары шура өз топлашуында алмақ керек. Готовый проект постанову. Савченконы қапсызлық ве мудафа комитетінден шығармақ үшін қарар азырладық. Сіз депутат вазифеңізден файдаланы бұл комитетте халқара мейданда ЛНР ве ДНРден яңғыраған фікірлерге қол тұтасыңыз. Олар өз конференцияларында сіз Украина парламентінде оларының темсілжісі олғаныңызны сеслендірелер. Біз бұл вақияларына тенқыт етеміз. Сізні халық депутаты оларақ дегілде сіздің ақылсызлығыңызны. Ақтым Чейгоз іші бойынша өткерілген 65-ші махкеме топлашуында 2014 сенесі 26 февраль күні шығарылған видеоларны огрендігенлер. Адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре шаатларының изаатларына бұл видеолар зыт келе екен. Ақтым Чейгозны Қырым парламент оғынде күтлеви қалабалықлар шығармақта қабатлайлар. Видеолар есе бұны акс етмей. Тех файлов, которые мы видели, Біз көрген видеоларда Меджлис азалары, құрылтай векіллері, Украина тарафдары митинг иштиракчыларыны тынчландырмақ үшін ғайрет етелері. Митинг кечірілген ерні қораламақ үшін өз тарафдарларыны бір sıраға тізелері. Бұл видеоларда Ақтым Чейгоз тешкілятчы вазифелеріні бежергені көрінмей. Ақтым Чейгоз на представленных видео
Хизбут Тахрир иши боюнча якаланган Ялтал Рифат Алимов СИЗОда ярамаган. Буны таққат изоляторына зиярет еткен адвокат Эмиль Курбидинов білдірді. Екімлер мабусынан шикаетіне бірден диққат етмегенлерді камерада тұтылған дигер шақсларының талабындан сон Алимны Тибет бөлігіне кечіргенлер. Бұл іш бойынша апсте тұтылған Вадим Сирукка ФСБ үкімет запт етілуіне интылулары япқандыр деп қабат шығарған. Бұл қабат бойынша Сирукны 20 елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Русия Қырымда репрессияларны еп қуветлештірежек. Адвокат Эмиль Курбидиновның сөздеріне көре экстремизм ве терроризм моделері бойынша яңы жинай ішлерінің açılması бекленілі екен. Үкімет запт етілігі кібі қабат шығарылған вақыт ішлер бақылмасы да 1 елға арттырыла біле. На перспективе все дела должны отправляться туда. Асылындай пысы ишлер анда yollanılmak керек. Bu deliller toplanması ve milli seviyede bütün çerelerin sarf etuvi. Bütün stadiyaların keçken son insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'ne yollaylar. Lakin konvensiya bozulları ile olgan bütün işler Avrupa Mahkemesi'ne Kırım'dan yollanacak. Bu işlerin sayısı ise onlarca. Егер сіз яқаланғанының сойы олып отырышқа келесіңіз, сізні мұтлақ камераға чекежеклер, бұны полиция ве ФСБ хадимлері япалар. Олар бұны гизлемейіп япалар. Сізні чеккен сон, сізге айры ішні тізмеге башлайжақлар. Прокуратура Қырым парламентінің сабық депутаты Василий Ганыш үшін 12 ел апыз жазасы белгіленмесіні талап ете. Девлет қайынлігінде қабатланған Ганыш өз қабатыны танымай. Бүгінгі махкеме топлашығы ненен екіленгеніне мұхбиріміз Эльвина Сейдбулаева біле. Бір бұчыл сене девамында Василий Ганыш іші бойынша махкеме кеті. О Украин ұқы құрычыларының әлеріне түшкен екене сабы Қырым депутаты. Оны тұтқанда 3 эпизод бойынша жинай шачтылар. Бұл референдумның кечірілмесі, ішғали ана ясасының қабыл етілмесі, векефе ерле салявларға намзет оларақ иштирак еткенінде қабатлана. Сонра есе референдумде иштирак еткен эпизодны шығардылар. Лютфин, прокурор Данилин, махкеме сізге сөз бере. Прокурор ярам саттан зеде чықыш япты. Девлет қабатлычылығының малюматына көрі, тақиқат сабық депутат Василий Ганыш қабатлы. Прокурорның сөзлеріне көрі, оның әрекетлері Украина бірдемлігіне зарар бере. Ганышның әрекетлері ағыр ве оны емшатмаға делил жоқ, дей прокурор Олег Данилин. Девлет қабатлайжысы Василий Ганышны 12 сенеге азатлықтан марум етілмесіні талап ете. Евапыз жезасыны махкеме залында муафыз жезасына деңіштірме керектір. Ондан сон сөз сабық депутатын адвокаты Андрей Руденкоға берілі. Ганыш қанунсыз салявларда намзет оларақ иштирак еткеніне бақмадан адвокат мүштіресінің әрекетлерінде жинайет көрмей. Оның девлетке қайынлік яда дигер баситче олған бір жинайеті жоқтыр. Оның үшін қабатлы деп танылмасыны рижа етеміз. Девлет қайынлігінде қабатланған сабық депутат өзіні қабатлы деп танымай. Айтқанына көре әрвақыт Украина тарафдары олып яшаған екен. Дебатлар вақтында оның юрегі ярамай, қадылар бірқаш керетін фус епалар. Сіз өзіңіз екімні зәрет етіп олырсыныз мұ? Мен доғыранладым мұ? Яда әжілі ярдым чағырайым мұ? Машына енді келе ве екімге алып кетерлер. Қаршы шыққанлар бар мұ? О хаста ве қорчалайчы олмағаны себебінден башқа күнге кечірмек мүмкін. Сабық депутат Ганышның сағлығы йоқ, махкемечелер топлашуыны февральның 10-на кечірелер. Эльвина Сейдбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. ЛНР ве ДНР айду тақымларының елбасшылары ишғал олынған Қырымны зиярет еттілер. Луганскінің баш женкемері Игорь Плотницкий 2014 сенесі Украина шарқында кечкен женкте тахменен 2000 Қырымлы казак иштирак еткенini білдірді. ДНР женкемерінің етекчісі Александр Захарченко есе Қырымда 2-ші Переяслав шурасыны кечірмеге теклиф етті. Через Луганск очень много проходило. Лугансктан Кырымдан пек чоқ үнілілер келейді, вечуқысы славянсқа йол алайды. Бізді есе чоқ қалмаған еді. Лекін казакларны айырмақ істейм. Бұ пек женкевер бүліктір, олар эссасен Кырымдан келейді.
боеспособные подразделения, которые именно с Крыма, которые приходили. Шерпек муимдегіл, муим шындаки, бізда бір Богдан Хмельницкийні тапа бөлежекмізма, мұна меселенеде. Мен Крымны теклиф етем. Келіңіз Ахмежетте имзалайық. Русия Федерациясының Девлет Дума депутаты статусынан файдаланып, бойлы депутатлық тақымыны теклиф еттім. ОСК Жұмхуриетлерінің парламентлерінен ишбірлік япар еді. Біз бүгін мында Крымда көрішкеніміз пек яқшы. Бұ есе біз дайма берабер олacақмыз демеге бұйық себептір. Бойлы дайма олacақ. Крымның ишғал етілмесінде Дмитрий Ярыш қабатылыдыр. Бұны Русия тышышлері назирі Сергей Лавров білдірді. Оның фікіріне көре правы сектор тешкілетінің елбашысы япқан бейнатларындан сон Русияге халқара қайдеви қанунларына бозып, Мұстақил Украина девлетінің бір парчасына запт етмеге себеп болған. Будапешт меморандумымен бағлы суаліне есе Лавров более жауап берген. Единственное, чего нет в Будапештском протоколе. Будапешт протоколында екене бір шей yok. Бұл Русияның ядада бір кімсенің анаясаға қаршы силялы девлет авдармасының нәтижелерінен разы олмақ. Авдарма мөйлефлері ilk акциялыра Крустели ве Қырымда Рус миллеті ile көрешіні илян еттілер. Мен Дмитрий Ярышның сөзлеріні цитата кетірдім. О айты ки Русиялилер Қырымдан қуванланмақ яда yok етілмек кереклер. И борьбу с русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Ярыша, Крымны чоплік баса. Январь 1-ден башлап Ақмешіт живарындаки Каменка қасабасы янында чалышқан чоплік полигоны қапатылды. Ендіден сон чоплікні Қарасобаза районында ашылған полигонға ташылар. Еркун Ақмешіттен анда тақменен 60 чоплік арабасында 1000 кубометрге яқын чоплік алып кете екенлер. Анда есе ертек барге қадар етежек. Чүнки анда чоплюкны Крымның чешет көшелерінден кетірелер. Ақмешіт сакинлері чоплюк бақлары шер бойы толы тұрғанна шекет етелер. Бізде Гавенада илкере 10-шы санында келіп чықардылар. Эвелисе толы бақлар турайды. Бұдың соқақ бойы тарқала дайма темізлейміз. Бойле вазиет ерде. Ерде түтін чоплюк бір шей темізленмей. Шер мерkezінде де пек чок чоплюк. Бұйы кобалар. Пек ярамай темізлейлер. Uzаққа бармаға керекмей, мұна Женюби совхоз, молочная күйі, анда дайма. Кімсе азырланмады, бір шейні темелінен япмалыдыр. Бұның үшін шымды вазиет февкулядеге яқын. Чықармаға етіштірмейлер балабан чөплікнің алып чықармасынен проблемлер бар, мейданларда да бұйық топланты. Яқшы ки шымды қыш, аварияты башқа, қар чөплікні қапата курорт мевсімі келгенінен аджынықлы вазиет олacak. Қырымтатар ұсталары Киевте өткерілежек милли санат сергісіне дәвет етілелер. Олесь Гончар музейінде ескі ұсылар есасында япылған милли урба керамет сауытлары ве қойымчылық елванларына көрмек мүмкін олacaqtыр. Узор мира адлы лейха Қырымдан көчкен шақсыларыны бірлештірген. Жұма ертесі күні олар бір ел деваманда япқан ешлерінен таныштырacaqlar. Для нашей команды этот проект еще... Офисте топлашып, жезведе лезетле Қырым-татар қавесіні пышырып, ана тілінде лафетіп, Қырым-татар халқының асабалығына сақламаға yollarını музыкре етіп, біз өзімізге алышқанлық мұйтыны яраттық. Бізім лейхамыз бірлешув, социализация ве Қырым-татарларының Украина қытасында сақланмасынен бағлыдыр. Реконструировали нашу привычную среду. Ми маємо справді через мистецтво. Біз мединет вастасынен Қырымнен бақ тұтып, мұнда көшкен шахыслар да жоқ. Мединет вастасынен яраларына тедевелемек керекміз. Які мають частково свої родини на окупованих територіях. Евровидение 2017 ярышына азырланған левхада Қырым бізім айле деп атландырыла. Бұл левхада Украинаның шеерлері тақдим етіліп, оларының хусиетлері көстерілі. Черновцы Украинаның кічік Парижі кібі көстерілі, Одессаны Тебесумнен бағлайлары. Ярын ярмадада ел қоветлешежек елларда есе бұзлауы қолажақтыр. Ел саниеде 25 метрге қадар есежегі тақмен етілі. Февкуледен әзірлігі сакинлеріні мұқайт олмаларыны тепсие еті. Бүгінге азыр олған сонки хаберіміз еді. Әпіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Көрішкенже.